Нысанаға тиіп ойдың әр жебесі, қызыл тілім әсем жырды зерделеші. Алатаудың ақшыңдары күә болса, аянып қалам неге елден осы. Желтоқсанның қырғынынан еш шимаған Алатаудың сырға толы әр төбесі. Қызғалдақтай қыздарың қанын төкпей, кеңестің өзгерер мед әңгімесі. Рухты ұлдарыңның арқасында қазақтың қазақ қана бол дегесі. Қазақ әдебиетінің мерей өсіп, бүгінде домалауда өрге көші. Тойына сәлем жолдап сыр елінің, арқаланып келді жырдың әнкемесі. Еңселі егеменді елім барда, шығатын ұлтымыздың бар белесі. Сіздер ғасырымның алпамысы, билейтін келешектің хан төресі. Ассалаумағалейкум ағайындар, Құдайдан бір зат кіші мәртебесі. Әгигагым, әгигагым, ай. Өздеріңсің ағайын, иесі асқақтарының. Тілеулестерім бармысың, келтірген күйін бабымның. Көрмесем жиі сарғаям, жүзіңді жарқын бәріңнің. Қиқулап айқай салатын аталарымды сағындым. Ақ жаулығымен көрікті апаларымды сағындым. Толқындай болып шарқ ұрған шапалағыңды сағындым. Таудан да биік қылатын табалдырығыңа табындым. Ай. Түйғындай баптап жырды түлетейін, Алатауды сонарлатып бір өтейін. Кәрима асыл жеңгем аманбысың, кермінез көрігіңді жіретейін. Көңілімнің іздегені сен шығарсың, күн астын мекендеген күнекейін. Көзіңнің нұрын маған төгілдірші, шықтамған жапырақтай діретейін. Тақыр жерге аққайың өсіп шығат, тіліңнен тамып түссе сілекейің. Әгигагым, әгигагым, ай. Жеңешем адалдықты жар етеді, жүзіңіз жылылықты сән етеді. Келіншек деуге сізді қимай тұрмын, қызғалпың бұл теңеудің дәнекері. Жас қыз деп те айтпай-ақ қояйыншы, айтыстан соң біреу ұрлап әкетеді. Бір өзіңді жіберген бұл айтысқа, мықты екен ағамыздың тәуекелі. Еркек біткен сұлу көрсе еш жоғалтып, Алтайдың аржағынан дәметеді. Кінәміз жоқ дәл осыған мына біздің атамыздан келе жатқан әдет еді. Әгигагым, әгигагым, ай. Ақындар тағы бас қосты Алматыдай қаламда. Студенттердің қаласы енгендей жыр ғаламға. Сөз тізгіні кезекпен келіп жеттім мағанда. Теңіздей толқып тасыйық, бір сәлем беріп басыйып, Алматылық айтыстың көрермендері аман байды. Түркістанның төрінен сыйынып сәлем беремін.
домалақ ана жерінен иіліп сәлем беремін. Ақшыңын ала тауымның өрнектесін өлеңім, киелі қара тауымның қабыл ал ыстық сәлемін. Әдебиеті қазақтың құрметтелер күн бүгін, ақындар ауса аузына тойлап 70 жылдығын. Елдігін елдің танытар, руханият пен әдебиет жатқанда түріп түңілігін. Рухы биік ғажап күн, әдебиеті үшін қазақтың, ақындардан бұл тойға шашу болсын жыр бүгін. Мұхтар жігіт армысың, сыр елінің түлегі, текті елдің аман ба артыңда қалған жүрелі. Ақ күріштің атасы Ыбырайдың еледі, бас иген дүйім қазағым Қорқыт баба жереді. Тұяғысың асылдың бұл күнде биік беделі. Алынбайтын қамалдай болсаң да бала бекемсің, қас туған нартай бабаңдай сөзіңмен шекер, сөзіңмен балдай шекерсің. Талабыңа қарасам таудай бала екенсің, басып қойған күріштен аумай қалған екенсің. Түртуге де обалау, күріштің бұзып бір жағын, қай жағынан қасықты саларымды білмей тұрғаным. Қолдаушысы көп болса, жігіт десен де ер болады. Жүрекке жетсе сөздерің қолдайтын сені ел болады. Халық өзі қол соқса жүрекке қонған ем болады. Сұрап алған шапалақ жұдырықпен тең болады. Ақындар айтар сөзін нақты еткесін, жалындар басымыздан жалған айшақ кетпесін. Тағдырдың жазғанына қандай шара, өзінің бар амалын сәтті еткесін. Асқарып ерік ағам ұл өнердің, аспанында жасындай жарқ еткенсің. Соғыс жеңе алмаған әзімбегім, ерлігіңмен елесінде қап кеткенсің. Ей ажал, сонда да сен тоймадың ау, жүрекке ойып таңба сап кеткенсің. Осылардай орны бөлек оразды да орынсыз арамыздан угай аяп кеткенсің. Жаңбырдай жыр себелеп сіркірейін, көгіңде күнің болып күркірейін. Жеңеше жеңіл желпі әзіл айтсам, жиырылып қалмағын кірпідейін. Ағамыздың жоқ кезін пайдаланып, өзіңменен бірге ойнап бір күлейін. Мәуел аға секілді ғой бұл жеңешем, шырынынан дәм татып үлгірейін. Жемістері түссін менің аузыма, бір бұтағын ұстап алып сілкілейін. Әгигагым, әгигагым ай.
әзілді айта біліп өтінді ғып, сазымды отырайын жетілдіріп, Оралымның барында ойнап күлем, алмау үшін жастығымды өкіндіріп, жеңеше талай көлік ұтқан едің, жеңісті екі араға көпір қылып, бір көлікті айдайтын мына мені, ең болмаса алсайшы шопыр қылып. Ағамызды жұмысына апарып сап, өзіңмен қыдырайын сәтін біліп, әдейі тоғай жақта батып қалып, жүрейік ішін апыр топыр қылып, әгигагым, әгигагым. Тізгінді қолға алғанда сөйлер сөзге өткірсің. Ағам жоқ деп қасыңда, жақындау маған бет бұрсын. Бір қауым ел қараса, намысты қорғап кеп тұрсың. Қайын деп бір жия қойсам мен, әзіліңе тойсам мен. Күйеуім жоқ деп қасымды не бітірем деп тұрсың. Елінен келген жігітсің, көкеніп манап ағаның. Кешегі Тәушен апанның шәкірті мен де боламын. Тәушен манап айтысынан бар болса егер хабарың, ырым ғып мұрнын сұраған, құрметтеп Тәушен манабын. Апам құсап сенің де бір амалыңды табамын. Манаптай мұрның жоқ екен, ырым ғып неңді аламын. Қызылорданың қыраны, қуандық тегі мұхтарсың. Шиелінің ұланы, ұлылықты ұққансың. Жекпе-жекте сен кеше, қарлығашпен айтысып, мақтап ұтқансың. Халықтан жинап көп дауыс ринатпен де шыққансың. Әуезов Мұхтар ағаңның жатқан жерін білмей қап Қызылордаңа зытқансың. Басың әлі піспеген бойдақ деген жұрттансың. Есілдертің қыз келіншек, бұл сөзіңді құптарсың. Москваның төрінде жарамазан айтқан мұхтарсың. Айтыстан шығып атағың жеріңде жүрген түк қалсын. Әдебиеті қазақтың Абайдан бастау алады. Шәкәрім Мағжан Сәкендей Арайдан бастау алады. Ілияспенен Бейімбет ой қалдырған саналы. Абай жолында Мұхтардың еңбегі мәңгі бағалы. Мұқағали кешегі оқысаң өлеңдерінен жаулап алар сананы. Осындай жолдан басталған қазақ әдебиетінің бұзылмастай қамалы. Өз тойындай шаттансын, осы залда мақтансын отырғандардың жанары. Күннен күнге көбейсін оқырмандардың талабы.
көрші жігітең қамбайтын айыз құмары, күшіне жеңген мінген жоқ қутыңдамай құрары. Теке байқұс бірдеңе бұзғысы келіп тұрады, тентек байқұс сен құсап сүзгісі келіп тұрады. Әзіліңді тыңдабай, Кәрима жеңге жылындың. Москваға сен де барғансың, аман жолменен қыдырдың. Манаптікінде емес деп, осы жерден бүліндің. Тамағыңнан иіс кетсең, жөнделер мүмкін мұрының май. Дейді ғой ата бабалар, атадан қалған қылысты. Сермемей-ақ қояйын, жеңешеме қылышты. Не бітірем дейсің сен маған, жегін келіп еді ғой күрішті. Жегін келсе күрішті, бітіреміз бірісті алмай. Бәйгеге баптағасын күреңімді, жасыппай жыр айтайын жігеріңді. Айдай жүзің әппақ болып толықсыған, шуаққа толдырғандай түнегімді. Ойды ақыры мені ғашық қылып тындың, жеңеше өзің жаса біреміңді. Жүрек байғыз сүздеп соғып өліп талдау, тартып қойсам да жүгенімді. Ұят болды біреудің келіншегі, десем де қабыл алмай тілегімді. Барамалым таусылды ғой не істейменді, жұлып алып тастайын ба жүрегімді ауа ей. Алматыда Мұхтардың дұрыс ау басқан қадамы, әр айтыста қарсылас кездесер жұппен адамы. Өзіңе жеңге болған соң білдіртпейін наланы. Өсіреттейсің жеңгенің, искесем мұрнын тамағы. Тамақтан искеп қайтесің, миың айланып қалады. Сені көрсем, налогтың бастығыма деп қалам. Қызылорданың қарын ашқан қасқырыма деп қалам. Айтыстың бойда қыздар мен жолықпай жүрең тек маған. Асып кетіп жүрмегін ағаң құрған қақпадан. Асып кетсең егерде ағаң құрған қақпадан. Жүнін жұлған тауықтай сөліңді сығып ап қалам. Сосын аумай қаласың құрт жеп қойған мақтадан. Бұл Мұхтарға қарасам, әдемі екен ақмаңдай. Бұл Мұхтарға қарасам, қараңғыда шам жаққандай. Деп мақтасам болама, жерден алтын тапқандай. Ай бірақ саған бұл мақтау артық боладау батпандай.
секеге үкі тапқандай, бұзауға жабу жапқандай. Мұхтар байқұс адасып өзі кеп түсті құрыққа. Қайындармен мен шықсам ұрынам өстіп былыққа. Көркімді менің айтуға келіп пен мынау жұртқа. Қазақ әдебиетінің той екенін ұмытпа. Ақындығын дәлелдеу таңғылық бір, айтыстағы ең қатал заңдылық бұл. Қазақ әдебиеті тіршілікте ұрпаққа өлмес мұра қалдырып тұр. Екі ғасыр есігін айқара ашып, еңбегі ел ішінде жаңғырып тұр. Жетпіске толғанымен қазақ үшін 70 ғасыр таусылмайтын мәңгілік жыр. Әгигагым, әгигагым ай. Осылай біз сағымызда сынбас екен, жағымыз жырлап бітпей тынбас екен. Жеңешеммен әзілдеп отқанымда, көңілін басқа жаққа бұрмас екен. Мұның бәрін естіп қойып үйдегі ағам, мылтығын маған тіреп тұрмас екен. Шымкентский мафиялар жиылып кеп, 41-дің қырғынын қылмас екен. Әгигагым, әгигагым ай. Деміңіз желпіп өткен самалдардай, бар мұңым сізге қарап жоғалғандай. Тал бойыңнан тарыдай мен таба алмай, теңеу айтсам деп қиналдым саған қандай. Көздерің ойнақтап тұр алақ жұлақ, далада еркін өскен маралдардай. Қып-қызыл еріндерің дірілдесе, ішін удай ашиды оған амал қандай. Пай-пай шіркін қастарың қиылып тұр, кірпіктерің тұңғиықтан нәр алғандай. Бойыңызды балқытып сезімменен, тамағың тек иіскеуге жаралғандай. Әгигагым, әгигагым ай. Мақтаса Мұхтар жеңге деп, ойын әрі жалғаймыз. Ол рас Мұхтар айтқандай, бала туып жатсақ та фигурамызды бұзбаймыз. Тәушен апам екеуміз 18-дегі қыздаймыз. Мақтай берсе жігіттер қыз болып кете жаздаймыз. Тойланса 70 жылдығы, әдебиеттен сыр оғып, тарихына көз тоқтап, көз салып, тоқтасақ бір сәт кідіріп. Шақанып Мұхтар айтқандай, өсетін ел ізденер рухпенен шынығып. Төлеген Айбергеновтың бір өлеңі бермейме 1000 адамға жылылық. Фариза менен Марфуға әр сөзіне үңілсең жаныңыз қалар тынығып. Тойласа 70 жылдығын оқырман халық жұмылып, ақындар менен танылар әдебиеттегі ұлылық. Өсетін елдің алдымен тарихы дастан бай болар. Өркениетті болуға содан кейін сай болар. Әдебиетке құрмет болмаса, тұнығымыз лайланар.
Мәдениетке құрмет болмаса, бағымыз жіпсіз байланар. Рухымыз биік тұрса егер, ұлтымыз сонда бай болар. Оған дәлел осы айтыс, тыңдаушы көңілі жайланар. Осындай айтыс қазақтан басқа айшық қайда бар? Біздің қазақ тілі мен аспандағы айдалар. Сондықтан да бұл тойдың тойланар жөні бар, бүгін тойланар. Айтысамын деп жеңгемен таусылды біраз тағатың. Есі бар жігіт екенсің, қой десе тілді алатын. Тізгінін жаңа тартып ем, 41-ден қорқам деп бұра кетті баратын. Ат сүрініп болғанша жігіт бол ақыл табатын. Айтыстарда мұхтар жан қатая берсін қанатын. Тамаша той думанмен таң атырса, алдымда Алматыдай қала тұрса. Тамаша жеңгесінмен ойнап күліп, жанында мына мендей ер отырса. Тамаша барлық қазы бес көтеріп, қол соғып мәз-майрам боп ел отырса. Тамаша ел думаннан шаршамаса, құшағын бізге отырса, ай қараша. Қазақ әдебиетінің мерей тойы, тамаша таң атқанша тарқамаса. Бетіңнен бір сүйдірсең қоштасарда, жеңгем ау бәрінен де сол тамаша. Мұхтар Қуандықов, Қызылорда. 4, 3, 4, Сәкен аға. 3, 4, Ысырайыл. Карима Оралова. 4, 4, 5, 5, 5.